Достар, Төле би бабамыздың құлпытасында не жазылғанын оқып берейін. Төле би 1663-1756. Тәңірім қазаққа елдікті де, ерлікті де, даналықты да берген. Өмір тамаша арнасы қазақ тарихының дана тұлғасы, артына өшпес із қалдырған ұлы жүздің төбе биі Төле би бабамыздың кесенесінде. Арнадан ажырамаңыздар. Машина қоятын жер жоқ. Армысыздар достар, Ташкент қаласындамыз. Мұнда көлік өте көп екен. Ине шаншыр жерді екі айналып әрең таптық. Ал кесенеміз Абдулла Қадыри көшесінде Ислам академиясы жанында орналасқан екен. Міне достар, біз жетеміз. Аулада 3 құрылыс нысаны бар. Төле би бабамыздың, оның ұстазының кесенелері және қызметшілер кеңсесі. Бұл кесенеде Төле бидің ұстазы жатыр. Мұндағы қызметшілер келушілерді әуелі ұстаздың кесенесіне кіргізеді. Есімі Шейх Хавенти ат-Тахур. Өзбек елінің бұл тұлғаға құрметі ерекше. Осы кешеннің атауы да Шейхан Таур деп аталады. Кесене қызметшісінің айтуы бойынша, бұл тұлға Құрайыш тайпасынан шыққан әйгілі Омар халифтің 17-ші ұрпағы. Кесене Әмір Темірдің жарлығымен тұрғызылған. Ішіндегі тасқа айналған мына ағашқа бірден көзіміз түсті. Аңыз бойынша, Александр Македонский еккен 48 ағаштан қалған жалғыз түбі. Ескендір сәуірі деп аталады. Ағаштан хош иіс шығады дегенге біз де иіскеп көрдік. Иісі енді бұрқырап тұр екен. Ал достар, көз алдарыңызда Төле би бабамыздың кесенесі. Күмбезі ерекше пирамида іспеттес орнатылған. Кесенеге осы уақытқа дейін 3 рет реставрация жасалынған. Тарихи деректер бойынша Төле би 17-ші ғасырдың орта шенінде қазіргі Жамбыл облысында дүниеге келген. Ұлы жүздің Дулат тайпасы Жаныс руынан. Әз Тәуке хан құрған билер кеңесі мүшесі, 7 жарғы заңдар жинағын шығаруға зор еңбек сіңірген. 7 жарғыны қазақ халқы 19 ғасырдың ортасына дейін қолданып келді. Онда мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралғылары, жұртшылық заңы, жесір дауы, құн дауы деген сияқты бөлімдер болды. Тарихымызда 300-дің басы қосылып, бірлікте іс қылған заман осы Төле, Қазыбек, Әйтеке билер тұсында болған. Халықтың бірлігін сақтауға еңбек еткен билердің қанатты сөздерінің ішінде Төле бидің 100-ге бөлінгендердің 100-і қара, руға бөлінгендердің құруға асыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады дегені қазақ халқының аталы сөзіне айналды. Өзбек халқы Төле биді Қалдыргач би деп атайды. Ол қарлығаш деген мағынаны білдіреді. Оған мына аңыз себеп болған. Жаугершілік заманда елге жоңғарлар шабады. Жұрт үйін жығып үдере көшкенде Төле би қалып қояды. Жау келіп Төле бабамыздан «Сен неге қалдың?» деп сұрағанда Төле би «Шаңырағыма қарлығаш ұя салған, оны қалай бұзамын?» деген екен. Мұндай жанашырлыққа таң қалған қонтайшы бидің үйіне тиіспепті. Осыдан кейін Төле би Қарлығаш би деген атқа ие болады. 2021 жылы кесене Өзбекстан Республикасының зиярат және туризм нысанасына енді. Достар, осымен бейнені аяқтаймыз. Арнаға жазылып пікір қалдырып, лүпіл басыңыздар. Сіздермен болған Айнұр, өмір тамаша арнасы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.